окуучулар, бүгүнкү биздин тақырыбымыз желілік этикет. Желілік этикет дегенimiz не? Бұны айтпас бұрын ең бірінші этикет деген не екенін қарастырып өтейік. Этикет белгілі бір ортада қабылданған мінез құлық, ережелерінің жиынтығы, өзін ұстау ережелері мен нормалары. Енді желілік этикет дегенimiz не? Желілік этикет адамның желіде, яғни ғаламтор желісінде мінез құлық, өзін ұстау ережелері. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақта біз желідегі этикалық және құқықтық нормаларды бұзудың салдары туралы білесіздер. Жалпы желілік этикет ережесі 4 түрге бөлінеді. Бірінші электронды пошта, екінші телеконференция, қоғамдастық және ең соңғы авторлық құқық. Енді осыларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Ең алдымен электронды поштаның жаңағы ережесімен танысып өтейік. Бірінші, хат тақырыбын міндетті түрде көрсету керек. Екінші, хаттың басында сәлемдесу, соңында қоштасу қажет. Үшінші, хат соңында қысқа 4-5 жолдан аспайтын қолтаңба қалдыру қажет. Және ең соңғы, хаттың мәтіні қысқаша, ұқыпты және сауатты болу қажет. Келесі бізде телеконференция. Телеконференцияның ережелері бұл. Біріншіден, телеконференцияға жіберілген хабарламалар жарияланымдар ретінде қарастырылады. Олар авторлық құқыққа ие болады. Жеке сұрақтар қоюға болмайды телеконференцияда. Келесі, үшінші бізде қауымдастық. Қауымдастық ережелеріне келетін болсақ, кейбір желілік қауымдастықтарда сіз немесе сен деп деген жүктеу есімдігін қолданылады. Барлық сөздерді үлкен әріптермен шеруге болмайды. Өзіңізге көңіл аударту үшін жазылған хабарламалар назарға алынбайды. Ең соңғы ол бізде авторлық құқық. Яғни басқа тұлғалардан ақпаратты пайдаланған кезде дереккөзді көрсету қажет. Әлеуметтік желіде авторлық құқықпен қорғалған ақпаратты орналастырған кезде оны жариялау құқығын тексеру керек. Олай болса, оқушылар, чаттағы желілік этикетті қарастырып өтейік. Мысалы ретінде айтатын болсақ, бізге WhatsApp желісі болсын, Telegram желісі болсын, осы желілерде әртүрлі бір хабарламаларға смайлик арқылы жауап береміз. Мысалы ретінде айтатын болсақ, күлімсіреген смайлик жібереміз. Мысалға бізге хабарлама ұнаса, біз күлімсіреген. Егер де хабарлама ұнамай жатса, біз оған жабыраңқы күйдегі көңілсіз адамның жаңағы смайлигін жібереміз. Соны чаттағы желілік этикет дегеніміз сол. Енді келесі бізде практикалық жұмыс жасап көрейік. Олай болса, практикалық жұмысқа шолу жасайық. Ол үшін біз электронды поштамызға кіреміз. Яғни біздегі электронды поштамыздағы әртүрлі бір спамдар, әртүрлі хабарламалар, сілтемелер келуі мүмкін. Соларды қарастырып өтейік. Ол үшін біз өзіміздің поштамызға кіреміз. Маған мысалы әртүрлі хабарламалар келген, сілтемелер, сыйлықтар ретінде бұны біз аламыз да белгілеп алып, спамның ішіне кіргіземіз. Сонда бізге келесі жолы бұндай хабарламалар келмейтін болады. Олай болса, оқушылар, практикалық жұмысымызды аяқтадық, енді сабағымызды қорытындылайық. Мына бос ұяшықтың орнына бір сөз қалып кеткен, соны табуымыз қажет, оқушылар. Желілік этикет адамның желіде, яғни мынадай жүйесіндегі мінез құлық, өзін ұстау ережелері. Қандай сөз қалып кеткен? Жарайсыңдар, оқушылар, ғаламтор сөзі қалып кеткен. Келесі, тура солай, мына жерде бір сөз қалып кеткен. Ұяшықтың орнында. Желілік этикеттің қанша түрі бар еді, оқушылар? 4 түрі бар. Олар бізде электронды пошта, телекоммуникация, осындай, және авторлық құқық. Яғни мына жерде қандай сөз қалып кеткен? Жарайсыңдар, балалар, бізде қауымдастық сөзі қалып кеткен. Келесі, үшінші сұрақ бізде
Телеконференция ережесін атаңыз. Жарайсыңдар балалар. Телеконференцияға жіберілген хабарламалар жарияланымдар ретінде қарастырылады. Олар авторлық құқыққа ие болады. Олай болса, оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.